Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет үлпілдік жұмсақ сосиска тестенің рецептімен бөлісемін. Кез келген баланың сүйікті тағамы, яғни өзімізде мектеп кезде осы тағамды сүйсініп жейтінбіз. Бізге қажет заттардың барлығын мөлшерін осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып қоямын. Бізге қажет заттар ең алдымен осынша сосиска қажет. Бөлме температурасында болуы қажет, мұз болмау керек. Себебі мұз болса, қамырымды ораған кезде бұлжырап кетеді. Сол үшін үй температурасындағы сосисканы қолданамыз. Және де бір шай қасық қант, бір шай қасық тұз, сұйық май, жылы сүтіміз, ұн қажет, сары майымыз қажет, және де аштық қажет, дрожжи. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға осындай құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сары майымызды саламыз. Бөлме температурасында сары май болған дұрыс, себебі тез ериді сүтімізде. Мінекей, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне аштығымызды, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Өте жұмсақ қылып иледік. Қамырымыздың жұмсақ болғаны дұрыс сосиска тестемізге. Енді бетін бір сағатқа жылы жерге жауып қоямыз. Осылай пищевой пленкамен жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Орап қоямыз, яғни. Мінекей қамырларымыз ашықты. Осылай екі золаға бөліп аламын, яғни екі бөлікке. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды жайып шықты. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұзыншалап кесіп аламыз қамырымызды. Сосискамызды алып, сосискамызға ораймыз қамырымызды. Мінекей дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық сосискаларымызды орап шығамыз. Мінекей осылай орап шығамыз барлығын. Сосиска тестемізді осылай орап шықтық. Енді бетін 20 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек. 20 минут өткен соң сосискаларымызды осылай табаға салып пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Табаның астын кішірек майлап аламыз. Және де бетін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мінекей сосиска тестелеріміз дайын болып шықты. Өте керемет, пышный болып шыққан жұмсақ қамыры. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады. Балалардың сүйсініп жейтін тағамы жасап көруге кеңес берем.